Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Баршаңызды өткен 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Өткен демалыс күндері, яғни 4 және 5 мамыр күндері футболдан Қазақстан премьер-лигасының 7-ші тур ойындары өтті. Петропавлда жергілікті Қызылжар түркістандық Тұран командасын қабылдаған болатын. Алдыңғы турда жеңіліс тапқан Али Алиев жаттықтыратын команда өз алаңында Тұранды жеңеді деген ой болған. Дегенмен түркістандықтар тамаша қорғана білді және 56 минутта ойындағы есепті ашты. Тіпті оны еселейтін де керемет мүмкіндіктері болған, бірақ 72 минутта Тұранның сербиялық легионері Никол Цукчич пенальтиді сәтсіз орындады. Қызылжардың қақпашысы Вадим Петровтың 11 метрден соғылған топты жақсы қайтара алғанын да атап өтейік. Қорытынды есеп 0-1 қонақ команданың пайдасына. Қызылжар Тұран матчымен қатар Қарағанды қаласында астаналық Жеңіс пен Семейлік Елімай командаларының арасындағы матч та өтті. Қарсыластарын қазіргі уақытта Қарағанды қаласында қабылдап жүрген Жеңіс командасы бірінші таймның соңында қиын жағдайда қалып қойды. Өйткені оның ойыншысы, дәлірек айтсақ Абай Жөнісов, 2 рет сары қағаз алып алаңнан қуылды. Ал сан басымдығына ие болған семейліктер екінші таймда 1 емес 2 гол салды. 61 минутта Елімайдың франциялық футболшысы Квентин Корнет әдемі голымен көзге түссе, 77 минутта Юрий Перцух командасының екінші голын салды. Ол командаласы Сергей Кейлердің әуелетіп көтерген добын баспен соғып қақпада тулатқан еді. Ал астаналықтар 10 ойыншы болып қалса да, соңына дейін ойнап 90+2 минутта 1 гол салады. Ол голдың авторы косовалық ойыншы Ильяса Зульфию болды. Жеңіс командасы екінші голдарын салуға да әрекет жасап тырысқанымен төреші негізгі уақытқа қосқан 5 минут өтісімен бірден ысқырық шалды. Қорытынды есеп 1-2, Елімай командасы 3 ұпай еншіледі. Қостанай қаласындағы Тобыл арена деп аталатын жабық манежде жергілікті Тобыл Талдықорғандық Жетісу командасын қабылдады. Матчтағы фаворит әрине алаң иелері болды. Бірақ өткен турда олар астаналық Жеңісті қабылдап фаворит бола тұра жеңіліп қалған еді. Осы жолда қостанайлықтар бірінші болып 7 минутта есеп ашты. Гол авторы Тобылдың италиялық шабуылшысы Купер болды. Өткен жеңілістен алған сабақтары болар. Алаң иелері осыдан кейін сақ ойнап, осы есепті матч соңына дейін сақтап қалды. Қорытынды есеп 1-0 Тобылдың маңызды жеңісі. Ал Алматының орталық стадионында жергілікті Қайрат Атырауды қабылдады. Өткен турда Қызылордада Қайсардан жеңіліп келген Қайратқа атыраулықтармен болған ойын да оңай болмады. Бірінші таймда алматылықтардың қақпасына пенальти белгіленеді. Оны Атыраудың португалиялық ойыншысы Педро Эуженио 2 рет тепсе де сәтті орындай алмады. Екі соққынында Қайраттың ресейлік қақпашысы Вадим Ульянов қайтара білді. Біріншісінде ол соққы кезінде алға шығып кеткен екен. Ал екінші таймның басында ойынның 52 минутында Қайрат матчтағы жалғыз голды салды. Оның авторы Еркебұлан Сейдахмет болды. Қорытынды есеп 1-0 алаң иелерінің пайдасына. Сөйтіп Қайрат командасы бапкер ауыстырғаннан кейінгі бірінші матчта жеңіске жетіп отыр. Ал турдың орталық матчы Ақтөбеде Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда жергілікті Ақтөбе мен елордалық Астана командаларының арасында болды. Тартысты өткен бұл ойында есепті қонақ команда ашты. Ойынның 23 минутында Исламбек Қуат ғаламат соққысымен гол салып, стадиондағы көрерменнің көңіл күйін түсірді. Сол түскен көңіл күйді Исламбек алаңнан қуылып қайта көтергендей болды. Сан басымына ие болған алаң иелері шабуылдарын жиілетті. Дегенмен елордалықтар да қарап қалмады. Олар да жақсы қорғана отырып, оңтайлы сәттерде қарымта шабуылдарға шығып отырды. Үзілісте алаңға тыңнан шыққан Ыдырыс Умаев 77 минутта керемет қатты да әрі дәл соққы жасап есепті теңестірді. Стадионға жиналған қалың көрермен қанша мүмкіндіктер болса да, бұдан артық салынған гол көрмеді. Қорытынды есеп 1-1 командалар ұпай бөлісті. Ал жексенбі күні, яғни 5 мамырда Қарағандыда жергілікті Шахтер Қызылордалық Қайсарды қабылдап 7-ші тур ойындарын жапқан болатын. Қызылордалықтардың 35 минутта есеп ашатын керемет мүмкіндіктері болған еді, бірақ олар оны пайдалана алмады. Ал 90 минутта кеншілердің де жеңісті жұлып кететін өте жақсы мүмкіндігі болған. Бірақ Айдос Тәттібаев қақпашымен 1-1 шығып, одан айласын асыра алмады. Турнирлік кестенің соңында келе жатқан осы екі команда өзара кездесуінде ұпай бөлісті. Өйткені ойында ақыры салынған гол болмады. Енді назарларыңызға 7-ші турдан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз.
көш басына Ақтөбе мен Астана командаларының арасындағы тең ойынның арқасында 12 ұпаймен қостанайлық Тобыл шықты. Ал одан кейін Тобылға қарағанда бір ұпай аз жинаған бір емес 4 команда келеді. Олар Ақтөбе, Астана, Елімай және Қайрат командалары. Ұпайлар саны бойынша командалар өте тығыз орналасқан, сондықтан көшбасшы команда тур сайын өзгеріп тұруы өте ықтимал. Кесте түбінде 4 ұпаймен Қарағандылық Шахтер командасы келеді. Сұрмергендер тізімінің көшбасшыларына енді ақтөбелік Ыдырыс Умаев та қосылды. 4 голдан салған қызылжарлық Евгений Березкин, ақтөбелік Максим Самородов пен Ыдырыс Умаев үшеуі алда келеді. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 7-ші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. 8-ші тур ойындары 11 және 12 мамыр күндері өтеді. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келе жатқан 7 мамыр және 9 мамыр мерекелері құтты болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.